трейдингте қандай стратегия қолданған дұрыс. Трейдингте екі стратегияның бірі жұмыс жасамайды. Ол нәрсеге жақсылап тұрып жауапкершілікті подходить ету керек. Трейдингте жұмыс жасайтын стратегия ол smart money. Қалғандары просто мусор. Осы нәрсені қабылдай білу керек. И smart money деген өзінде ол общий аты да, короче, оның түбінде подводный камендері бар. Вот енді сол по стратегии. Smart moneyде мысалға мен қалай жасап жүргенімді білесіңдер. Түрлі инструменттерді қолданып, яғни бағаны болжаудың теориясы, ликвидность, имбаланс, order block, breaker block, mitigation block, rejection block деген секілді заттарды қолданамын да. И олардың барлығы негізі по ситуация қолданылатын нәрселер да. Ал егер де сен көп миыңды ауыртпай бірден табысқа шыққың келетін болса, бірден дайын стратегияны қолдан келетін болса, ол ондай стратегиялар да бар. Ондай стратегияның біреуін және де бірнешесін мен шығарып команданың ішіне салып қойғанмын. Команданың ішінде сен толыққанды дайын стратегияны пока кейінге шегере тұрайық, просто білім жайлы айтайық, командада қандай білім бар. Либо сен трейдингте табысқа шығуың үшін бірінші кезекте сенде жақсы білім болу керек, ол нәрсені сен білесің, и сенде опыт болу керек. Егер де сенде опыт болмаса, сен басқа бір адамның опытын ала аласың. Ол опытты қазіргі уақытта сатып алсам болады, бірақ қазір сатылып жатқан опыттардың барлығы полное говно, хуйня, просто айтқан кезде ше. И ол нәрселердің барлығы суақ барады да. Сен опыт, говно опыт сатып аласың да, ақшаға. А мен саған қазір ақшаға емес, просто бесплатно, короче, ұсынып тұрмын. Прям настолько ценный опытты бар ғой. Өзімнің опытымды ұсынып тұрмын, короче. И сол опытты сен полностью команда үшін ала аласың. Мен не оқыдым, қандай ақпараттар оқыдым, барлығын оригинал түрінде толыққанды маған мені осындай деңгейге дейін өсірген, дәрежеге дейін көтерген ақпараттардың барлығын оригинал түрін толыққанды оқып, сен мен секілді бола аласың, немесе менен де озған трейдер болып шыға аласың, оның барлығы гарантия. Потому что маған көмектескен нәрсе саған көмектеспейді дегенге мен күмәнім бар. Мен оған сенбеймін. Адам жасаған адам істейді, поверь мне. Сондықтан да сен тырысып көруге міндеттісің. Ал енді стратегия бойынша команданың ішінде өзім тексерген, өзімнің қолымнан өткен, кәдімгідей жұмыс жасайтын дайын стратегиялар бар. Кез келген таймфреймге, кез келген уақытқа, мысалға арнайы таймфреймге кіру арқылы, арнайы уақытты таңдау арқылы сен дайын стратегияларды, то есть солардың түсіндірмесін, видеоларын көріп, сен уже солармен готовый жұмыс жасап бастай берсең болады. Осы трейдингте. И уже табыс тауып бастай берсең болады. Ешқандай қиындықсыз. Басыңды ауыртпай, миыңды қатырмай, сол дайын стратегиялармен жұмысыңды жасай беріп, бастай беріп, то есть жұмыс жасап, табысыңды таба берсең болады. И потом уже дальше уақыт өте келе біліміңді де, біліктілігіңді де арттырып, жалпы, и уже грамотный болып бастай бересің да. Самое главное, команданың ішінде болса, сен өсесің. Жаңа ақпараттарды үйренесің, көзің ашылады, көкірегің ашылады, көкірегің оянады деген сияқты. Кеудеңе нам піседі. Трейдингтің қыр-сырын барлығын толыққанды үйреніп шығасың. А так сол в основном smart money. Мысалға менің сол тегін плейлистім ішінде ютубқа салып қойған осы каналдың плейлисті жеріне өтетін болсаң көресің. Сол жерде мысалға сен танысып шыға аласың да. Smart moneyдің толыққанды полностью барлығымен. Но это не означает, что ты будешь прибыльным, да? Сен өзің оны додумываться етіп, қиыннан қиыстырылу керексің, то есть құрастыру керексің, да, понимаешь? Білім сенде болады, бірақ сол білімді қалай игересің, қалай қолданасың, қалай бір дағдыға не қылайсың, то есть пайдаға асырасың, соның барлығы өзің сенің мойныңда да. А так олай не қылмай, миыңды ауыртпай, жүрегіңді ауыртпай, қиналғың келмесе, сен үшін дайын вариант қой командаға кіру. И то ол платный емес, ол тегін да. Осы нәрсені пайдалану керек. А қалай кіру жағына келетін болсақ, төменде промокодпен сілтеме бар. Сол сілтеме арқылы кіретін болсаң, сен өзіңнің кез келген 100 доллардан асқан, жоқ 50 доллардан асқан депозитіңе 50% бонус ала аласың. Яғни сен кез келген мысалға сомамен 1000 доллармен бастасаң 500 доллар аласың. 500 доллармен бастасаң 250 доллар аласың, үстіне ол бонус, саған подарка да, короче. Артық ақша артық етпейді ешқашанда. Сол нәрсені ұғу керексің сен. И уже бастай берсең болады. И мысалы сол бонусты қолдану арқылы пополнение істейтін болсаң, ары қарай мен жекеме жаз, мен сені командаға тегін кіргізетін боламын. Пополнение толтырғаннан кейін. И уже сен толыққан дайын стратегияларға доступ алып, полностью обучениеңді көріп, и уже жұмысты бастап шыға берсең болады. Одан бөлек кері байланыс деген нәрсе ең құнды нәрсе. И және де окружение, короче. Өзің секілді трейдерлер сені қоршайды да. И сен
сол ортада өсесің да, конкурентоспособный ортада, короче, өсесің, сен ары қарай дамисың. Вот сол нәрсеге, сол мүмкіндікке сен ертерек қол жеткізуге тырысу керексің. Сондықтан да давай кіріс. Сен өзімнің командаға күтемін. Давай.